Сондықтан бірінші кезекте ықыласымызбен ниетімізді туралап жүруіміз керек. Алланың елшісін жақсы көруіміз керек. Ин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиғуни. Егер сендер Алланы жақсы көрген болсаңдар, оның елшісіне еріңдер. Маған еріңдер деп жатыр. Бізге не үйретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай болды? Қандай мәміледе болды? Көршісімен қандай мәміледе болды? Ағайын туысымен қандай мәміледе болды? Қоршаған ортамен қандай мәміледе болды? Жамағатпен, сахабаларымен қандай мәміледе болды? Соның бәрін біз білуіміз керек. Соның бәрін біз білуіміз керек. Сол кезде ғана біз ол кісіге ерген боламыз, құр сөзбен ер алмаймыз. Құр сөзбен біз ер алмаймыз. А біз қалай істейміз? Сүннет қой. Сүннет қой дейді, ол сүннет қой дейді. Не сонда, ол не сөз ол? Орындамай қойсаң болады деген нәрсе ме? Біз Құдайға фарыз істермен емес, нәпіл амалдармен ғана жақындай аламыз. Нәпіл амалдармен ғана жақындай аламыз. Біз бейсенбі ораза ұстасақ, біз жақындай аламыз Құдайға. Рамазан оразасымен емес, ол Рамазан оразасы сенің міндетің. Қаласаң да, қаламасаң да ұстайсың оны. Қақың жоқ сенің. Ұстамай көр, жазаңды тартасың. Ал нәпілді міндеттемеген, сол нәпілді Алла үшін ұстайды. Соны пайғамбарымыз бізге көрсетті. Сондықтан оны нәпіл, сүннет деп менсінбеу керек. Біз сол амал арқылы біз Құдайға жақындай аламыз. Фарызды оқи саламыз, ол сүннет қой. Ол фарыз, итак міндетің сен. Ал сүннет, нәпілді орындаған кезде ғана барып, адам Құдай үшін іс істеген болып табылады. Алла үшін бейсенбі ораза ұстайын. Алла үшін бейсенбі ораза ұстайын. Алла үшін садақа берейін. Алла үшін біреуге көмек жасайын. Зекет ол фарызың. Қаласаң да бересің, қаламасаң да бересің. Қайта әйтеуір анау демократиялық зайырлы мемлекет болып жанымыз қалып жатыр ғой. Егер шариғи қоғам болғанда қазы бар ғой, шырылдатып тұрып, дүниеңді есептеп, зекетіңді тартып алатын еді. Берсең де бересің, бермесең де бересің. А енді қазір бергендікін алады, бермегендікі қалады. Ер көзінде дейміз, демократия дейміз, сонымен жанымыз қалып жатыр. А егер шариғатқа салсаң, олай емес. Осы ауылда кімде қанша бар, есептейді, анадан бәлен қоя аласың, анадан бәлен аласың, анадан түген аласың, барасыңды алып кел деп адамын жібереді, болды. А сен бермей көр, не істейді саған? Қазір ғой, алхамдулилля, демократия. Ешкім ештеңеден бересің ба, бермейсің ба? Сондықтан Құдай үшін бір нәрсе істеп үйрену керек, құрметті жамағат. Мынаны істесем не болады демеу керек. Алла үшін істеп үйрен. Ертең басыңа қысыл таяң шақ келген кезде сол амалыңды Құдайға дәнекер қыласың. Я Аллахым, осыдан бәлен жыл алдым, мешітке көмектескен едім. Сол көмектесуім сенің разылығың үшін болған болса, бәленшеге қол үшін берген едім. Сол сенің разылығың үшін болған, сол ісім үшін мені мына қиыншылықтан шығар десең, егер шынымен де сол үшін Құдай үшін болған болса, ана үңгірдің аузы ашылғандай сенің алдыңдағы қиыншылықтар кетеді. А ондай жоқ қой бізде. Тахажжудты оқыдық,
қорғызын беретін болғаннан кейін. Садақаны бердік, малымыз 10, оннан 700 есе көбейсін деп бердік. Қараңыздар. Мешітке көмектестік, ой, ана бәленшенің баласы мешіттің брусчаткасын ауыстырып, кілемін ауыстырып берді екен деп айтсын деп бердік. Кейін жұмада ескертіп қоясыз ғой, имеке деп қойды сосын. Басқаларға ғибрат болсын деп қойды. Және қумыз да. Және қулық жасаймыз жаңағы. Енді ол мақсат ол айту емес, мақсат сол басқаларға ғибрат болсын. Сол үшін енді өзіңіз бір ескертіп қоясыз ғой жамағаттан. Оларды енді біраз адамдарды білеміз ғой, солар кішкене тартылсын деген секілді қып. Соны енді имам көмектесіп тұрғасын, не дейді? Бәленше ұлы, бәленше Алла разы болсын. Мына кілемімізді ауыстырып берді дейді. Болды ғой. Ібіліс келді да, әжептәуір ісіңнің сауабын жойды да кетті бітті. Болды. Қаш дұшпаның сенің оңайымыз көмектесу, ол да берді мал дүниесін, бірақ сауабын жойып кетті. Сондықтан біз оған жерінбеу керек, ұтылмауымыз керек біз оған. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, күнәні ұмытпау керек, жақсылықты ұмыту керек дейді. Жақсылықты ұмыту қабыл болғанның белгісі деген. Сен мешітке бір жетімге көмектестің ба, болды, ұмытып кет, ешкімге ештеңе берген жоқсың. Күнә жасадың ба, ұмытпа. Күнәні ұмыттырады дейді шайтан. Не үшін? Қайта күнә жасату үшін дейді. Ал сауап істі дейді, есіңе салып айтқызады дейді, сауабын жою үшін дейді. Күнә жасағанды ұмыттырады, сен ойлайсың, 5 жылдан 10 жыл болды намаз оқып жүргеме. Мә, таптаза кем ғой дейсің да. Енді басқа адамдар да бар ғой дейді да. Көрсең дейді да, бір мәрте дейді. Міне көрді. Біреулер сияқты күнде пара алып атқан жоқ ма? Енді осы жол алсам іштен етпейші, Алла мейірімді ғой деп қойсын. Не істеді? Ана күнәлеріңді ұмыттырып келді да, саған күнә жасады. Ал жақсылық жасадың ба? Оны ұмыттырмайды білесіз. Есіңе салғызады. Не үшін? Сауабын жою үшін. Сауабын жою үшін. Тахажүдке тұрады, дәрет алады, намаз оқиды. Бауырымыз. Қазір чаттар көп қой. Сөйтіп жатып атып жаспай, жіктер, тахажүдке ұйықтап қалмайық дейді. Аллаху акбар. Бітті. Болмаса анадайдан қол көтерді. Ұстаз, тахажүд туралы айтыңызшы, бір жамағатқа керек болып атыр дейді да. Ол жамағатқа емес, сен тахажүд оқып жүргенді айтамай жатсың ғой. Жамағаттан нең бар? Олар өздері оқып жүрген Құдай біледі ғой. Сондықтан нәпіл ешкім білмеу керек. Білесіздер ме? Нәпіл ораза ұстаған адам аузын ашып жіберуге рұқсат. Соны не үшін ашып жібереді, білесіздер ме? Ораза ұстағанын білдірмеу үшін. Қажекең бейсенбі ораза ұстап шықты. Мешітке кеп қалды, имекең айтты, ой, әбеке кеңіз, ауыз тиіңіз. Мен оразамын деп ораза ұстаған айтпау үшін болды дейді. Аузын ашып жібереді. Білмеу керек оны ораза ұстап жүрген ешкім. Білмеу керек. Қараңыздар. Кейін ашып жіберді ме, кейін басқа күні өтеп береді. Келесі ананы өтеп жүрген кезде келеді ғой, қажеке келеді. Бір қарызым бар еді, соны өтеп жүрім деп, о кезде ашпай кетуге болады. Ал нәпіл ұстап тұрсын ба, ашып жібересің. Неге? Сенің ораза ұстағаныңды білмеу керек. Білсе, мен бүгін ораза ұстадым, кім маған қосылады деп жазып жібереміз ғой. Сондықтан нәпіл амал ма, оны ешкім көруге қажет жоқ. Сен көшеде бап біреуге бердің ба, Алла көрді болды. Ұмыт болды. Ешкімге ештеңе берген жоқ. Ертең ол көшеде кезіккенде саған амандаспай кетсе, қарамай кетсе, бір көпшіліктің алдында көңіл аудармай жатып, егер ғалымдар айтады, сол кезде анау бір реніш пайда болып қалса дейді, ол рия дейді. Сен уже бергеніңді міндетсініп тұрсың. Ла тубтилу садақатукум бил манни вал аза дейді. Сендер берген садақаларыңды
міндетсінумен жоймаңдар дейді Құдайдай. Алла тағала Құран-ы Кәрімде. Мына өзі танымайтын, адам танымайтын болып тұрған мынау. Сәлем қайда дейді да, анаған айтады. Неге сен олай сөйлеп тұрсың? Өйткені бір жұмалдың бірдеңе берген едің да оған. Енді ол саған келіп сәлем беру керек та. Сен жаңағы ісіңмен алдын берген ісіңнің сауабын жойдың. Ол былайша айтқан кезде далаға кетті деген сөз. Сондықтан жақсылық жасадың ба, ұмыт. Мен ешкімге жақсылық жасаған жоқ. Ешкімге. Айтпа. Көрсетпе. Ешкім білмесін. Не істеп жүргенің сен? Ол сол амалдың қабыл болғанын белгісі. Оны шайтан ұмыттырмауға тырысады. Есіңе сала береді. Қонаққа барады. Жігіттер, мешітке көмектесіп жүрсіңдер ме? Арасында мына мешітке көз қырын сақ қойыңдар. Ол өздеріңдікі ғой дейді да. Өзі беріп жүр ғой аздап-аздап. Соны айтамай отыр да ол. Қайтесі үндеме болды. Құдай көрді болды. Сондықтан біздің қас жауымыз ол ібіліс. Қараш, сол 1000 теңгеге, мәулітке 1000 теңгесін қимайтындар 30-40 мың теңге анау алдыңғы қатардан концертке төлейді ғой, Одан кейін айтады, Алла тағала маған неге берді? Қалай береді саған Алла? Сен мәулітке қимаған 1000 теңге қимап ең, сен ана концертке 30 мың, 40 мың теңге қиып бардың дейді. Құран ұстазына қимаған ақшаңды сен анау ағылшын ұстазына бердің ғой. Құран